кітаптан ақыл кеңес, тәлім тәрбие, үлгі-өнеге алады. Кітап біздің рухани жаназығымыз. Кітап білімнің түпсіз аспаны, терең бастауы. Бүгінгі оқуға құштар мектеп жобасы аясында ұйымдастырылған сыныбымыздың оқуға құштар сынып 2022 байқауы қорытындылауға арналған шарамызға қош келіпсіздер. Bir adamın üç oğlu oldu. Bir күні оқуға шақырып алып, әрқайсысына бір қап алтын беремін. Жолға шығыңдар, ел кезіп ең қымбат жеміс тауып алып келіңдер. Дейді. Үш ұлы алтын салынған үш қапты арқылап алып, ең қымбат жемісті іздеп табуға барады. Үш жылдан кейін үшеуі де әкесіне қайтып келеді. Қане ең қымбат жемісті таптың ба? Деп әкесі үлкен ұлына қарайды. Әке, мен сізге олжық піскен ақтай ірі жүзім әкелдім. Жемістердің ішіндегі ең тәуірде осы. Деді ағасы жеміс алып келіпсің бала. Енді олар өтмеске ұлынан сұрайды. Ал сенен таптың? Әке, мен де оның шақтегі еңбекке бағып, біздің жақта өспейтін жемістерді әрі сирек кездесетін жемістерді сатып алдым. Мен де әке дедім. Маған таңдап алдым. Дұрыс деген екенсің балам. Дұрыс деген екенсің олым. Ішінен біреуін таңдап алармын. Енді кенже ұлына бұрылып, ал сен не әкелдің маған? Қолыңда ешқандай жеміс жоқ сияқты ғой. Дұрыс айтасыз әке, мен құр қайтқам. Өзіңіз берген алтынымды қымбат жеміс сатып алуға жұмсамадым. Оқуға түстім. 3 жыл сабақ алдым. Бірақ жинаған жемістерім көзге көрінбейді. Себебі олар менің жүрегім мен ойымды ұялады. Ең қымбат жеміс осы ғой деген тұжырымға келдім әке. Дейді. Бұл сөзді естігенде әкесінің қуанышы қойнына сыймай, сен менің үмітімді ақтадың. Жарайсың. Жер бетінде білімнен артық асыл жеміс жоқ. Ендеше байқаудан алған әсерлеріңізбен бөлісу үшін қатысушыларымызды ортаға шақырамыз. Мен Бремен музыканттары туралы ертегіні оқыдым. Онда есек, мысық, әтеш, ит төртеуі келе жатып қарақшылардың үйін кездестіріп оларды қуып жібереді, өздері сонда болады. Және де олар өз мақсаттарына жетеді. Мен бұл жерде мынандай ой түйдім. Егер талпынсаң, өз мақсатыңа жетесің. Сондықтан да әрбір адам өз мақсатына жету үшін талпыну керек. Оқыған кітаптардың ішінен ең ерекше ұнағаны Ақшақар ежелгі. Оның саны өте ерекше болып ашылды. Және маған бұл ертеден Ақшақар мен мұнда қатты ұнады. Бұл мәтіннен мен әр адамға мейірімді болуды түсіндім. Егер сенен біреу өске келісімнің арамызбен емес, аталыспен жетуін керек деп ойлаймын. Мен оқыған ертегілердің ішінде маған ұнаған ертегі себебі ол қызықты әрі көңілді. Маған осы ертегілердің ішінде ұнағаны Пиноккио ертегісі. Мен осы ертегіні басшылыққа ала отырып, өзім шағын монолог құрастырдым. Осы ертегіні ала отырып, болашақта жақсы балаға жат қылық жасағанда белгі беретін зат деп ойлап табамыз. Маған ерекше ұнаған ертегі бұл ұсқынсыз үйрек балақаны. Кітап ғалым тілсіз мұғалім деп тегін айтылмаған ғой. Өнерлі болуға тәрбиелер. Талай ғажайып істердің құпиясын ашуға көмектесетін ақылдың кені кітап. Кітап ғылым, ол бүкіл адам баласына ортақ. Кітап ғылым, білім жемісін халық арасында жаюшы, таратушы. Кітап ақылдың кені. Кітапта алма ағашы жемісін іздеп келетін. Кітапта алмаға балашы кітабының әрбетін. Деп Мұзафар Әлімбаев атамыз жырлағандай, әдеби кітаптар мен оқулықтар, ақылдың кені, білім көзі, рухани тасыр. Мен таныстырып, марапаттау рәсімін жүзеге асыру үшін ортаға мектебіміздің тәрбие орынбасары Жанат Мұхтарұлын шақырамыз.